Сәлем достар, дәл осындай ананасты фруктовый ассортиға турап қоюды, қалай әдемі қылып турап қоюды көрсететін боламын. Бұл менің әдісім. Жалпы қазір үйдегі балдарыма арнап турап жатырмын. Сіздерге видео қылып түсіріп жатырмын. Қараңыздар, өзінің ананастың үстіндегі сызықпен бірінші осылай өтіп шығасыздар, және екінші рет наоборот өтіп шығасыздар. Және осылай бүтіндей, как будто ананас дастарханда бүтін сияқты болып тұрады да. Және басындағы шөбінде ортасынан бөліп жоғары жағына қойып қойсаңыздар, тіпті вообще әдемі болып тұрады. Ол кезде үлкен ыдысты қолданасыздар. Бұл енді өзімізге болғасын осылай жасап жатырмын. Ортасынан алып жібересіздер. Өте ыңғайлы және әдемі болып, ерекше болып көрінеді дастарханда. Менде қасындағы бар фруктылар турап қойып жатырмын, көрсету мақсатында. Менде тек алма мен осы апельсин болды. Үстіне сахарная пудра әдемілік үшін сеуіп қойсаңыздар болады, немесе зубочисткілер болады. Ондай бір қылыш, жұлдыз, сол зубочисткілерді үстеріне қыстырып қойсаңыздар болады. Өте әдемі болып көрініп тұрады дастарханда. Видео ұнаса, видеоға лайк басып, комментарий жазып, видеоны сақтап алсаңыздар болады.